Сәлеметсіңдер ме? Әдебиет оқу сабағымызды бастаймыз. 4-ші сынып. Сабағымыздың тақырыбы ғарыш жолы жалғасады. 83-ші сабақ. Бөлімнің атауы ғарышқа саяхат. Сабақтың мақсаты кейіпкерлердің іс-әрекетін бағалаймын, қажет ақпаратты тауып оқимын. Бірінші тапсырма: қазақ ғарышкерлері туралы не білесіңдер? Тоқтар Әубәкіров, Талғат Мұсабаев, Айдын Айымбетов. Тоқтар Әубәкіров 1991 жылы 2 қазан күні Союз кемесімен ғарышқа ұшқан қазақтың тұңғыш ғарышкері. Ғарышта 3-7 күн 22 сағат 13 минут болды. Тоқтар бала кезден ұшқыш болуды армандаған. Талғат Мұсабаев 1994 жылы бірінші рет ұшқанда ғарышта 126 күн болған. 1998 жылы екінші рет ұшқанда 208 күнін ғарышта өткізген. 2001 жылы үшінші рет ұшқанда ғарышта 8 күн болыпты. Айдын Айымбетовтың ғарышқа өзімен бірге ала кеткен заттары Қазақстанның мемлекеттік рәміздері мен қызы сыйлаған жұмсақ ойыншық болыпты. Балаңыздың ғарышкер мамандығын таңдағанда қалай қарайсыз деген сауалға қолынан келгенінше қолдайтынын атап өтті. Арман арқалаған бала. Сарытаудың етегін мекен еткен әкесі Оңғарбай мен анасы Қамия туа сала көз жұмған 9 ұлдан кейінгі перзентіне Тоқтар есімін беріпті. Әкесінен қаршадайынан айырылғаннан ба, кім білсін, Тоқтар тұйықтау оқшау өсті. Бас қызарлық та байқатпады. Тоқтар өте бауырмал еді ғой, дейді әпкесі Бекен. Бірде ұмытпасам, 6-7 жастағы кезі болу керек. Тоқтар ойнап жүріп, биік дуалдан ұшып кетті. Жер сүрген шекесі мен шынтағы қанап, бақырып шақырып жылап жатыр. Оны жұбата алмай, әрі беріден соң мен қосыла жыладым. Жасым үлкен болса да, ботадай босап қоя бергенімді көріп, ол тез тыйыла қалды. Содан соң жарақаттанған жерлерінің қанын жейдесінің жеңімен сүрте салып, шашымнан сипап, мені жұбата бастады. Мұны естіп, мен әрі күлдім, әрі сүйсіндім. Ол ерте есейген екен деп ойладым. Көке, маған кішкене балға жасап беріңізші. Кішкентай балға жасап беріңізші. Оны қайтесің құлыным, дейді әкесі. Ұста болам, көке. Қой, менің ақ темірден темірмен алысқаным жетер. Ұшқыш бол одан да. Кешегі айтқанынан айнымасаңшы. Әкесі сөйтіп оның ұшқыш болсам деп айтып қалған бір сөзін әрдайым есіне салып тұрады. Тоқтар әкесінен мүлде ерте айырылды. Батырлықтың қанға тартып, бойға даритын қасиеті екен-ау. Үлкендер әкесі Оңғарбай ұстаны, ақылымен де, ісімен де жұртқа жаққан салмақты кісі еді десетін. Оның өмірбаянында Нұркен Әбдіровтың есімі жиі аталады. Тоқтар Қарағандыдағы Әбдіров атындағы аэроклубқа баруды жиі етті. Кешкі мектепте оқуын да жалғастыра берді. Аэроклубта парашютпен секіруге, кейіннен ұшуға жолдама алды. Жалғыз ұлының парашютпен секіруді үйренгенін естігенде ана көңілі жай таппады. Онымен қоймай, Тоқтар 19 жасында Армавирдегі ұшқыштар даярлайтын жоғары әскери училищеге оқуға түсті. Тоқтардың болашағын ойлаған анасы, мен десең сол бір сынау мынау дегенін тасташы. Менің сенен айырылғым келмейді деп те жазды емес пе? Қазақстаннан шыққан тұңғыш сынақшы ұшқыш Тоқтар Әубәкіров қорқып оқуды тастап кетті. Десе өзгелер не демек? Бойында қазақтың қаны бар, ажалдан қорқар Тоқтар емес, намысқа жеңгізді. Жүсіпбек Қорғасбек. Нұркен Әбдіров, Ұлы Отан соғысының батыры, ұшқыш, Армавир Ресейдің қаласы. Мен десең, бұл жерде мені, яғни анаңды тыңдасаң деген мағынада қолданылыпты. Екінші тапсырма: бала Тоқтардың отбасы туралы әңгімелеп. Тоқтардың әкесі Оңғарбай ұста болған, анасының есімі Қалия, әкесі ерте дүниеден өткен. Тоқтардың әкесі ақылымен де, ісімен де жұртқа жаққан салмақты кісі болған. Тоқтар тұйықтау, өте бауырмал болып өскен. Баланың есімі неліктен Тоқтар деп қойылған? Тоқтар деп аталуының себебі, ол туа сала көз жұмған ұлдан кейінгі перзенті, сондықтан оған Тоқтар деп есімін берген. 4-ші тапсырма: жазушы отбасы мүшелерінің қандай туыстық сезімдерін суреттеген? Жазушы отбасы мүшелерінің бір-біріне әпкесі мен інісінің бауырмалдығын суреттеген. 5-ші тапсырма: Тоқтардың мамандығы қалай таңдағанын мәтіннен тауып оқып бер.
көке маған кішкентай балға жасап берші. Оны қайтесің құлыным дейтін әкесі. Ұста болам көке. Ой, менің ақ темірмен алысқан жетер. Ұшқыш болудан да кешегі айтқанынан айнымасаңшы. Әкесі сөйтіп оның ұшқыш болсам деп айтып қалған бір сөзін әрдайым есіне салып тұратын. 6-шы тапсырма бағала. Тоқтарға тән ерекшеліктерді тап. Тоқтар шыдамды, жанашыр, намысшыл, ержүрек. Анасы, мен десең, сол бір сынау мынау деген тасташы, менің сенен айырылғым келмейді. Тоқтар Қазақстаннан шыққан тұңғыш сынақшы ұшқыш Тоқтар Әубәкіров қорқып оқуды тастап кетті деген сөздерін естігім келмейді. Ажалдан қорқарым мен емес деп жауап берді. 7-ші тапсырма. Тоқтардың мамандығын таңдауына үлгі болған адамдар кімдер? Тоқтардың мамандығын таңдауына үлгі болғандар әкесі Омарбай және ұшқыш Нұркен Әбдіров. Үлгі тапсырма. Мәтіндегі Тоқтардың отбасын сипаттап жаз. Мысалы, Омарбай батыр, салмақты, ақылды ұста, Қалия анасы мейірімді, ақылды, жанашыр, Тоқтар намысшыл, ержүрек, батыр, шыдамды, Бекен бауырмал, жанашыр, мейірімді. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.